Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын тойымды салат дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен тауығымыздың төс етін духовкада пісіріп аламыз. Одан бөлек бізге картоп, сәбіз, қызылша және бір дана жұмыртқаны суға қайнатып пісіріп алуымыз қажет. Тауығымызды сақтап тураған соң, осылай ыдысымызға салып аламыз. 2 грек жаңғағын тазалап, ұсақтап турайтын боламыз. Болмаса сіздер тазаланған грек жаңғағын пайдалансаңыздар болады. Осылай пышақтың көмегімен ұсақтап турап аламыз. Тауығымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Кеңірек ыдысқа картопымызды ұсақ үккіштен өткізіп аламыз. Сәбізімізді де дәл сол үккіштен өткізіп аламыз. Жұмыртқамызды да ұсақ үккіштен өткізіп аламыз. Және де қызылшамызды да бөлек ыдысқа үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Грек жаңғағы араласқан тауығымызды тарелкамыздың ең астына саламыз. Үстінен осылай кішкене майонездан сеуіп шығамыз. Одан кейін сәбізімізді саламыз және де майонез жағамыз. Үшінші, бізде жұмыртқа. Жұмыртқаны жақсылап бір тегіс қып жайып аламыз. Сәл майонез қосамыз. Оның үстінен картопымызды саламыз. Ең үстінен қызылшамызды қоямыз. Үстінен осылай майонезбен жүргізіп әдемілеп шығамыз. Өте дәмді салат, дайындап көруге кеңес беремін. Бұл салатты оқырманның сұрауы бойынша жасадым. Дәмі өте керемет, ерекше болып шығады екен. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептерімен бөлісетін болам. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.